Сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер бір арнасы. Мен сіздерге бүгін іш қату, запор, үлкен проблема жайлы айтатын боламын. Іш қату, запор, үлкен проблема, оның алдын алған жөн. Әйтпесе, ол да кейбір аурулар секілді созылмалы түрге айналады және көп аурулардың басты себебі болуы мүмкін. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнап жатса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Іш қатудың себептері: 1. Қимыл қозғалысының аздығы. 2. Ішек бұлшықеттерінің жасқа байланысты табиғи әлсіреуі. 3. Дұрыс тамақтанбау. 4. Ағзада судың жетіспеушілігі. 5. Түрлі дәрі-дәрмекті көп қабылдау. 6. Семіздік. Негізгі себептер осылар. Бұдан бөлек, іштің қатуы белгілі бір аурудың салдары болуы мүмкін. Сондықтан, ішіңіз жиі қатса, сабын мен глицеринді свечаға, клизмаға емес, алдымен дәрігеріңізге жүгініңіз. Нақты себеп салдарын анықтап алғаныңыз дұрыс. Бей-жай қарамаңыз. Іш қатуға немқұрайлы қарауға болмайды, өйткені ол геморройға алып барады. Тік ішектің ішкі қабырғасы қанап, жыртылып, жарақаттанса, қатерлі аурудың тік ішек рагы болуы да әбден мүмкін. Сонымен бірге іштің қатуы ұзаққа созылса, жыныс мүшелерінің қалыпты жұмысын бұзады. Ағзадан уақытылы шықпаған ас қалдығы токсинге айналып, бүкіл қанды улай бастайды. Мұны медицинада ағзаның өзін-өзі улау деп айтады. Іштің қатып қалмауы үшін не істеу керек? Бірінші қадам: күн сайын 2 литр таза су ішіңіз. Қанша литр су ішкеніңізді бақылау қиын болса, таңертең ұйқыдан ояна салып, 2 бокал су, сосын 3 мезгіл тамақтан алдында 1,5 бокалдан және кешкі тамақтан соң 1 сағаттан кейін 2 бокал су ішуге дайындалыңыз. Немесе 1 литрлік 2 баклажкаға су құйып, біреуін түске дейін, екіншісін түстен соң ішіп, тауыстуға әдеттеніңіз. Екінші қадам: дұрыс тамақтануға көшіңіз. Яғни, күнделікті ас мәзіріне талдау, саралау жүргізіңіз. Тағам құрамын түрлендіріп отырыңыз. Күнде 3 мезгіл тамақтану арасында 1 жеміс немесе көкөніс жеңіз. Үшінші қадам: физикалық белсенділікті арттырыңыз. Фитнес клубқа барудың, таңертеңгілік жүгірудің қажеті жоқ. Әр 1-2 сағат сайын 5 минут өзіңізге ұнайтын дене жаттығуларын орындап отырсаңыз да болады. Міне, осы 3-ақ қадам іш қатудың алдын алады екен. Достар, менің пайдалы кеңестерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Пайдалы кеңестер бір арнасы.